Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданы Қатонқарағай ауылының Рыков атындағы орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Машинова Гүлзім Боранбайқызы боламын. Сіздерге Абай Құнанбайұлының «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа» өлеңін ұсынбақпын. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленер ауған шақта, салғаннан көлеңкесі сол көңілдің тәттісіне билесін ол құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап тамылжиды, жүрек тербеп оятар басты миды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Киізауы киімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсылатар. Адам аз, мұны біліп ән сырларлық, тыңдаушыда аз, ол әннен бақыраларлық. Мұңмен шыққан, оралған тәтті күйге, жылы жүрек қайда бар қозғаларлық. Көбінесе ән басы келеді ащы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап таусар қағыр күңгір, сол жеріне ойыңмен араласшы. Әннің естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар.